Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен мен бүгін Айхан Оразаева. Бүгінгі видеода мен сіздерге муравейниктің ең дәмді әрі ең тез дайындалатын жолының тәсілін көрсететін боламын. Сол себепті видеоны соңына дейін көрулеріңізге кеңес беремін. Видеоны көрмес бұрын инста және ютуб парақшама тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдымен ыдысымызға ерітілген сары майымызды құйып, оның үстіне қантымыз бен қаймағымызды салып, олар біріккенше қасықтың көмегімен араластырамыз. Содан соң үстіне ұнымызды салып, бастапқыда қасықпен, содан соң қолымызбен қамыр илейтін боламыз. Осындай топ-томалақ қамыр шығу керек. Енді осы қамырымызды екіге бөліп, салафанымызды алып, салафанның екі бөлігіне салып, мұздатқышқа саламыз. Мен мұздатқышта кешке салып, азанда алғанмын. Қамырымызды мұздатқыштан алғаннан кейін ол міндетті түрде қаттау болу керек. Енді бір бөлшегін өткізе тұрамыз, ал екінші бөлшегін мұздатқышқа салып қоямыз, еріп кетпес үшін. Ал менде енді ыдыс, оның үстінде пергамент қағазын қолданамын, және де өткізгіш құрал. Өткізгіш құралымыздың үлкенгі жағына өткіземіз. Осында кішкене түйіршіктер пайда болу керек. Міне бізде қамырымыз дайын болды. Енді осыны қызып тұрған пешімізге 180 градуста 20 минутқа пісіреміз. Қамырымыз пештен шықты, ал енді суығаннан кейін оны бөлшектейтін боламыз. Қатты бөлшектеудің қажеті жоқ. Жай ғана түйіршік пайда болса болды, видеода көрсетілгендеріңіздей. Ал мына жақта салмасы. Бұл жерде варенка, сары май, қант, ұндағы барлық қоспалардың грамын описаниеге тастап кететін боламыз. Сол жақтан қарасаңыздар болады. Және де қамырымызға салып, барлығы біріккенге дейін араластырамыз. Ал енді форма келтіретін болса, біз қолымызды міндетті түрде сулап аламыз. Ал егер ыдыстарға жасайтын болсаңыздар, ыдыстарды да міндетті түрде ішін сулау керек. Сол кезде ғана формасын сақтайтын болады. Судың көмегімен олар форма жиналады. Ал егер құрғақ түрде жасасаңыздар, олар бірнеше уақыт бірікпей формасын бұзып алуы мүмкін. Осылай мен барлығын домалақ пішінде жасаймын. Вуаля, біздің муравейник те дайын болды. Ал енді оның үстін кез келген қоспалармен безендірсеңіздер болады. Бізде қазір қыс мезгілі соған орай мен қар секілді кокосовый стружканы қолдандым. Өте дәмді, мінсіз болып шығады. Жасауларыңызға кеңес беремін. Сіздермен мен бүгін болған Айхан Оразаева. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Мен секілді жасап отбасыларыңызды қуантыңыздар. Ас болсын.